1941 жылдың 22 маусымы таңғы сағат 4 кезінде фашистік герман әскері КСРО-ның батыс бөлігіне басып кірді. Осылайша тарихта Екінші дүниежүзілік соғыстың шығыс майданы Ұлы Отан соғысы басталды. Гитлер 1939 жылдың Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Батыс Европаны көп бөлігін басып алғаннан кейін КСРО-ны жоюға ұмтылды. 1940 жылдың 18 желтоқсанында Барбаросса жоспарына қол қойды. Бұл жоспар бойынша Германия КСРО-ға қарсы соғыс кезінде 3 бағытта жоспар құрды. Бірінші бағыт Ленинград бағыты, екінші бағыт Мәскеу бағыты, үшінші бағыт Киев қалалары болды. Соғыстың түпкі мақсаты социалистік ел КСРО-ны жою болды. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап қазақстандықтардың барлығы соғысқа қатысты. Соңғы деректер бойынша КСРО 27 миллион адамнан айырылды. Соның ішінде Қазақстаннан 1 миллион 200 мың адамның 600 мыңы қайтып оралмады. Адамзат тарихындағы ең ауыр қан төгіс соғыс аяқталған күн. Фашизмді жеңген қаһарман халқымыздың мереке күні. Осынау қуаныш үшін өмірлерін қиған боздақтарды еске алу күні. Үйіне, отбасына, ата-анасына оралмаған аталарымыз бен ағаларымызды сарыла күткен сағыныш күні. Бұл күн сол бір қанды қырғыннан қайтпай қалған қыршын боздақтардың, асқақ рухтардың аспандайтын күні. Бұл күн әділеттің әділетсіздікті жеңген күні. 1903 жылы Шымыр ауылында дүниеге келген. Батырақ ауылының бастауыш мектебін бітірді. Түрлі жұмыстар істеді. Талдықорған ауданында комсомол ұйымының хатшысы болды. Одан кейін Батырақ колхозының бастығы болып қызмет атқарды. Соғысқа 1942 жылы қазан айында аттанды. Воронеж әскерінің 136 дивизиясы 342 атқыштар бөлімінің командирі болды. Матай Баисов 136 атқыштар дивизиясының құрамында Днепрден өтіп, фашистерді өдере қуу кезінде пулеметші фашистердің ондаған солдаттарын жер жастандырып, батальонның өзеннен арғы бетке өтуіне көмектесті. Дұшпанға күйрете соққы берді. Бірнеше күншілік қанды қырғынның соңында 1943 жылы 11 қарашада ерлікпен қаза тапты. Мен Тұрғанбай Гаухар 2019 жылы 2-ші республикалық қадыр оқуларына қатысып, Орал қаласына жолдама алған болатынмын. Орал қаласында қазақтың қайсар қызы Ұлы Отан соғысына қатысқан Мәншүк Мәметованың мемориалды мұражайы орналасқан. Қазақстың батыр қызы Мәншүк Мәметованың мемориалды мұражайы 1982 жылы ашылды. Батырдың 60 жылдық мерейтойы қарсаңында Орал қаласында орналасқан мұражай ғимараты 19 ғасырдың тарихи ескерткіштерінің бірі болып табылады. Совет одағының батыры қазақтың қайсар қызы Мәншүк Мәметованың мемориалды музейі туған жері Орал қаласында орналасқан. Соғыс жылдары қиындық кезең сындары ерліктің отын маздаттың. Соғыстың сұрапыл жылдары тағдыры талай боздақтың. Аттана бердің дүрмегі, отан деп келді сөз басы. Соғыстың күнгірт күндері жесірдің ашы көз жасы. Мұқағали Мақатай, соғыстың соңғы көктемі. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері. Ойлар да, қырлар да жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөпкелі. Әкелді қуаныш бар маңға, соғыстың соңғы көктемі. Альяна Мұхаммедқызы Молдағұлова.
1925 жылдың 25 қазанда Ақтөбе болысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында Сарқұлов Нұрмұхамед және Молдағұлова Маржанның отбасында дүниеге келген. Жетіру тайпасы табын руынан шыққан. Бала кезінде анасынан айырылып, кейіннен Алматыда ағасының қолында тұрған. Ал 1935 жылдан бастап Ленинград, Красногвардейский ауданы Гурдин көшесіндегі нөмір 46 балалар үйінде тәрбиеленген. Санкт-Петербургтегі 9-шы орта мектепте оқыған. Оқудағы озаттығы және үлгілі тәртібі үшін Әлия Қырымдағы бүкіл одақтық пионерлер лагері Артекке жіберілген. Артекте батырлар тақтасына Тимур Фрунзе сияқты батырмен бірге қатар Әлия Молдағұлованың да суреті енгізілген. Соғыс басталған соң балалар үйімен бірге Ярославль облысының Вятская селосына эвакуацияланған. Вятская орта мектептің 7-ші сыныпты бітірісімен Рыбинск авиациялық техникумына түседі. Бірақ көп ұзамай 1942 жылы жұмысшы шаруа қызыл әскері майданға жіберу туралы өтінішін жіберген. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонның снайпері болған. Жау әскерінің 30-тан аса сарбаздары мен офицерлерінің көзін жойған. 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында қаза тапқан. Әлия Нұрмұхамедқызы Молдағұлова 1944 жылдың 4 маусымында Кеңес одағы батыры атағы берілген. Алыстап жылдар барады, білініп уақыт бағасы. Соғыстың зарлы заманы, жетімнің қайғын аласы. Ерлікке толып өткені, ұмытылмай тұрды ерісі. Соғыстың соңғы көктемі, солдаттың астық жеңісі. Жеңіс, жеңіс, елге таза ашықтан атырады. Ақ жаулықты күлімдеп ана тұрады. Ақ бозатты балалар сүйінші сұрап, ақ бұлақтай аспанға шанатылды. Қыран құсым, көк аспанда самғасын, желбіресін, көк байрағым сан ғасыр. Жас ұландар биік ұста туынды, жарқыратып туған елдің таңбасын. Нық басайық, анығырақ табанды, тен ұстайық, ширағаттап қадамды. Көтер есе, құрыш білек жауынгер, рухты бол, жеңілмейтін табанды.